Баршаңа сәлем. Кішкентай келін телехикаясында Мелик мұғалімнің рөлін сомдаған Бенги Өзтүрік туралы қызықты мәліметтермен бөлісетін боламын. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бенги Өзтүрік Аккая 1980 жылы 28 желтоқсанда Германия мемлекетінде туған. Гази университетінің экономика факультетін бітірген. Университет оқып жүрген жылы Шоу ТВ арнасында көрсетілетін Түркияның жұлдыздары байқауына қатысып жүлдегер атанған. Осыдан кейін әртүрлі сериалдарда ойнай бастаған. Бенги Өзтүріктің бойы 170 см, көзінің түсі қоңыр. Актриса 2013 жылы Седат Барыш Орхунға тұрмысқа шығады. Бірақ отбасылық жанжалға байланысты көп ұзамай ажырасып кетеді. 2018 жылы өзі секілді актер Серкат Аккаямен отау құрады. 2020 жылы өмірге қыз бала келеді. Актрисаның инстаграмда 200 мыңға жуық оқырманы бар. Парақшасының сілтемесін ақпарат алаңына қалдырдым. Бенги Өзтүрік Аккая көптеген фильм сериалдарға түскен. Өмірге қош келдіңіз, Прокурор Филиз, Есіктерді ашу, Даңқ, Сезен ұстаз, Менің қымбатты отбасым, Канан, Әртүрлі өлшем, Адам алдаған, Айсун, Өтірік әлемі, Кішкентай келін, Жүрегімді ұста, Мехмет, Әлемді бағындырушы және тағы басқа көркем туындыларда қолтаңбасы бар. Бенги Өзтүрік туралы қысқаша мәлімет осындай. Жалпы Түркияда актриса кішкентай келіндегі Мелик рөлі арқылы танымал. Ақпарат ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әзірге аман сау болыңыздар.